Mama muhalim. Ya muhalim. Vakti yok. Өзім пісірдім. Өзім. Представляете? Алдарыңыз қалай? Көрініп тұр ма? Бұл видеода кішкентай баланың фотосын сөйлетуді қалай оңай жасауға болатынын үйретемін. Ешқандай күрделі бағдарлама қажет емес, бәрі онлайн, тегін құралдармен. Каналға жазылып қойыңыз, тағы да пайдалы видеолар болады. Ең бірінші VPN-ді жүктейміз деп айттық. Сіздерге ссылкасын төменге қалдырамын. Кез келген VPN болады, тегін версиясын пайдаланамыз. Мен берген ссылка бойынша VPN-ді жүктеп алған соң Нью-Йорк 370 деген таңдау керекпіз. Ол үшін лучшая локацияға барамыз. Нью-Йорк іздейміз. Нью-Йорк тұр. Осының астында стрелканы басамыз. Осының ішінде 370 деген таңдаймыз. Подключение. Нью-Йорк 370. Вы подключены дейді. VPN-ді қосып алғаннан кейін, енді біз ChatGPT-ға промпт жазу керекпіз. Оны қалай жазамыз? Мысалы, қараңыздар, Google Chrome'нан ChatGPT деп жаза салуға болады. ChatGPT деп, мысалы, осылай да ашуға болады. Екіншісін, мысалы, ChatGPT, осы жерге жазасыздар. Промпт дегеніміз, ол бізге кішкентай баланың қандай бейнесі керек. Мысалы, маған керек. Бір жастағы бала генерациялап берші. ChatGPT-ден сұрайсыздар. Осылай. Сіздің запросыңыз бойынша жасап қойды, Енді осыны, астыңғы жағында стрелка қарап тұр ғой. Соны басасыз да сохранить деп сақтап аласыз. Қазақ баласы десеңіз, қазақ баласы шығады. GPT жасап берген фотоны астына аудио қою үшін біз кез келген Инстаграмдағы өзімізге ұнаған бір видеоны аламыз. Самолетикті басамызда копировать ссылку дейміз. Одан кейін Телеграмға барамыз. Телеграмның ішінде поисковикке скачать с Инстаграма дейміз. Осыған сообщение деп тұрған жерге ставить деп қоямыз жаңағыны. Енді үш нүктені басамызда сохранить галерею дейміз. Өзім пісірдім. Енді осы таңдаған Инстаграмнан скачивать еткен видеомызды аудио қылу керекпіз. Ол үшін сіздерге ссылка жіберемін, ссылка қалдырамын. Сол ссылканы өзіңізге ұнаған видеоны жүктеп аласыз. Видеомен және көрсеттім, Телеграмға іздеуге скачать етіп, Инстаграм или ТикТока деп жазасыз. Видеоның ссылкасын сол Телеграм ботқа қойып жүктейсіз. Видеоны галереяға сақтап аласыз. 9-шы видеодағы звукты аудиоға айналдыратын сіздерге ссылка жіберем, Соны ашамыз. О ссылкаға өтіп, жаңағы видеоны аудиоға айналдырасыз. Открыть медиатека. Міне, мынау бізде. Добавить. Конвертировать. Скачать дейміз. Скачивать еткен файлдарыңыз файлдың ішіне түсті. Мысалы, мына жерге түсті, Осыны біз переименовать етуге болады. Міне, астыңға переименовать етіп тұр. Мысалы, сын учителя деп қойғыш. Сын учителя деп тұр, міне. Диамина Капкут деген .com деген
приложение. Осының ішіне біз iMage деген ашында iAvatar деген бар. Соған барамыз, плюсикті басамыз, медиатеканы ашамыз да, бағанағы дайындап алған фотоны қоямыз. Мысалы, мына фотоны қояйын, мен готово. Енді тура жанында, астың жағында upload аудио деп тұр ғой, соны ашамыз. Содан кейін сын учителя, жаңағы сын учителя деп тұр ғой, біздің жазған дауысымыз, дауыстарды шатастырып алмау үшін аттармен жазып қоямыз. Одан кейін мына жердегі нөлді басып қоямыз. Күтеміз.